Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар, арнамаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге ағылшын тілінен насхух, яғни естіген кезде сіздер кейбір жағдайда сөздер түсінбей жатасыздар, ой, бұл не деп жатыр, қайтадан қайталашы деген секілді. Сол секілді ағылшын тілін прямо естіген кезде кейбір адамдар түсінбейді. Дәл осына проблеманы қалай шешуге болады? Бүгін мен сіздерге осы жайында бөлісетін боламын, және де осы проблеманың үлкен шешімдерімен өзімнің практикамен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Видео міндетті түрде пайдалы болады. Ең алдымен біздегі осы бүгінгі сабақтағы ең үлкен проблема ол ағылшын тілін сөйлеген кезде қалай түсінуге болады, яғни насхух қалай түсінуге болады. Осы сұраққа жауап бергім келеді. Негізі кез келген тілді біз 100%-ға үйрене алмаймыз. Біз тіпті қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде, кез келген түрік тілінде біз кез келген тілді 100% үйрене алмаймыз. Өйткені оның шегіне жете алмайсыз, түсінесіз ба? Үйреніп шығасыз, тағы бірдеңе шығады, үйреніп шығасыз, тағы бірдеңе шығады. Яғни сіз на 100% сөйлей аламын дейтін адам жоқ. Тіпті менің өзім ағылшын тілінде 100% біле алмаймын, но базада сөйлесуге, түсінуге үйренген, яғни білемін да, сондай жағдайға дейін жете аламыз максималды тұрғыда. А енді былай ағылшын прям түбіне дейін білемін дейтін адам негізі жоқ. Ондай біз кез келген мен тіпті қазақ тілінде 100% үйрене алмаймын. Ұлтыңыз қазақ болса да сіз қазақ тілін 100% үйрене алмайсыз. Сондықтан айтқым келеді, кез келген тілді сіз ешбір тілді 100% үйренуге міндетті емессіз. Ал енді бүгінгі айтқан тақырыптағы, яғни сұрақтарға мен терісіне жауап берейін. Ағылшын тілінде қалай түсінуге болады? Мысалы, бір видео көресіз, біреу сөйлеп қалады сізге, бір мұғалімнен бірдеңе естіп қаласыз, түсінбей қаласыз. Насхух всегда түсінбей қаласыз. Біреу бірдеңе десе, не дейсің, айтып жіберші қайтадан, мен түсінбей қалдым. Немесе көп оқушыларда кездесетін жайт, listening деген тапсырма болады ғой, БЖБ, ТЖБ бөлімдерінде. Сондай кездерде, мысалы, listening қосылған кезде уже потеря болады, яғни түсінбей қалады, одан кейін жаза алмай қалады, одан кейін балдарынан айырылады. Осындай проблемаларды қалай шешуге болады? Жалпы ағылшын тілінде listeningті, насхух толықтай түсіну үшін сізге міндетті түрде просто логично ойлаған кезде сөз жаттау керексіз, просто сөз білу керексіз. Ең бірінші жол ол сізде ағылшын тілінде сол сөздерді білу керексіз, яғни жаттау керексіз, және оның мағынасын білу керексіз. Мысалы, тыңдау, listen, жуу, washing, сондай бір етістіктерді, зат есімдер, негізі көп жағдайда етістіктен бүйтіп фальш кетеді көп оқушыларды. Сондықтан міндетті түрде етістік жаттаңыздар. Етістік жаттау керек, және оның мағынасын жаттау керек. Бұл бірінші выход. А екінші выход ол сіздер сол сөздердің қалай дыбысталуын жаттау керек. Транскрипция деген бар ағылшын тілінде. Көп мұғалімдер оны үйретеді, бірақ оқушылар оған мән бермейді. Өйткені оның жазылуы бір ерекше басқаша да, оның жазуына ешкім мағына бермейді. Ал негізінде көптеген полиглоттар мен неше түрлі мұғалімдердің ең үлкен сыры осыда. Транскрипцияны сіз жаттап білу керексіз. Транскрипция шығады, яғни сіз бір сөзді білесіз, оның аудармасын білесіз, мағынасын білесіз, но соны оқи алмайсыз. Не істейсіз? Сіз транскрипцияға жүгінесіз. Транскрипция ол әрбір сөздіктен кейін тік жақшамен тұрады ғой, тік жақшамен ішіне, мысалы, go болса go деп тұрады. Сол сияқты, мысалы, ішінде түсініксіз әріптермен түсініксіз жазады, бірақ оның өзі оқуға қалай көмектеседі, түсінесіздер ма? Ол мен бірінші класстан бері кез келген сөз жаттайтын болсам, сразу транскрипциясына жүгінемін. Транскрипциясы қалай? Осындай жаттап аламын. Транскрипция жаттайсыз. Транскрипция негізі оқылуы ағылшын тіліне қарағанда әлде қайда оңай. Өйткені ағылшынша тұрады, сіз оны оқи алмай қаласыз, может түсінесіз, но оқи алмай қаласыз, әріптердің бір-біріне келмей қалады. Сол кезде сразу транскрипцияға қарайсыз, тез оқып бересіз. Сонда міндетті түрде дыбысталуы мен транскрипциясына аса маңызды рөл атқаратындығын айтқым келеді, және оған аса көңіл бөлу керексіздер. Өйткені транскрипция өте пайдалы. Екінші сұрақ ол бізде, неге сіздер ағылшын тілін әлі күнге дейін сөйлеп алмайсыз? Яғни неге сіздер әлі күнге дейін listening қосылған кезде соны тыңдай алмайсыз? Неге соны түсінбейсіз? Осы сұраққа жауап бергім келіп тұр. Жалпы логично ойланатын болсақ, ол сөйлем бізде айтылып жатқан, біз тыңдап жатқан сөйлемдер сөзден тұрады. Ал енді сол сөйлемді түсіну үшін, сол сөйлемнің ішіндегі сөздердің кемі 80, 90, немесе 70%-ын білу керексіздер.
оны түсіну керексіздер. Тек қана түсініп қана қоймай, олардың сөздердің мағынасын білу керексіз, ол қалай айтылатынын білу керексіз. Сондықтан тағы да айтқым келеді, ол сөйлемдерді түсіну үшін сөз жаттау керексіз. Негізі ағылшын тілінде үйреніп білу үшін кемінде 2,5 мың 3 мың сөз білу керек дейді ғой. Соның өзі шындыққа жанасады, өйткені шынымен де сіз сөз білмейтін болсаңыз, не сөйлей де алмайсыз, не басқаның сөйлегенін түсіне де алмайсыз. Ал енді үшінші выход, ол сөйлемдегі сөзді түсіну үшін сол сөздерді осы уақытқа дейін бірнеше рет қайталау керексіз, бірнеше рет оны кезіктіру керексіз. Мысалы, сізде практика жоқ. Бұл жерде негізі үлкен рөл ойнайтын практика. Сізде практика жоқ, сіз барасыз, Америкаға барасыз, неше түрлі сөздер естисіз, сіз оны білмейсіз, танымайсыз, өйткені до этого ондай сөз өміріңізде естіп көрмегенсіз да. А енді ондай сөздерді өмірінде естіп көрмеген адам ол никак түсіне алмайды ол сөздерді, түсінесіздер ма? Құлағыңызды үйрету керексіз. Ең бірінші адам мышлениясын және құлағын үйрету керек. Сол жағдайда ғана сіз сөйлеп те ала аласыз, оны сөйлеген түсіне де ала аласыз. Міндетті түрде айтқым келеді, міндетті түрде практика жүргізіңіз. Просто үйде отырыңыз, неше түрлі ағылшынша өлеңдер қосып қойыңыз, неше түрлі ағылшынша бір қандай бір керемет бір кинолар қосып қойыңыз. Сол арқылы сіз шынында ағылшын тілінде сөйлегенді түсіне аласыз. Практика керек. Ал енді кейбір жағдайда бір сөздің бірнеше мағынасы болады, сондай кезде не істеймін? Осы сұрақта адамдар болады. Бір сөздің, мысалы, шынымен де, ордер деген сөзді алайық, заказать, ордер, заказ, неше түрлі ордер деген сөз, неше түрлі мағыналары бар. Мысалы, тағы бір любой бір сөз алыңызшы, ағылшын тілінде негізі көптеген сөздің бірнеше мағыналары бар. Сондай сөздерді кезіктірген кезде не істейміз, оны қайсысын қолданып жатқан, қайдан білеміз, қай мағынасы болып жатқанымыз, қайдан ажыратамыз дейді. Мен айтқым келеді, сол жағдайда сізге тоже практика керек. Практика арқылы сіз ағылшын тілінде оның қай мағынада, қай шақта айтылып тұрғанын толықтай түсіне аласыз. Ол если сіз оның мағынасын ажырата алмай қалсаңыз, онда алдындағы сөйлеміне қараңыз, арттағы сөйлеміне қараңыз, сонда сіз точно ажырата аласыз. Ал енді ағылшын тілінде сөздерді қалай түсінеміз, ағылшын тілінде сөздерді қалай түсініп, оны ойымызды сразу оны қабылдап, оны сразу қалай шығаруымызға болады да. На слух қалай біз оны үйрене аламыз, на слух қалай біз оны айта аламыз. Осындай сұрақтарға жауап бергім келіп тұр. Сіз естігенде сол сөзді дұрыс состояниеде болу керексіз. Оны естіген кезде ойбай, көп оқушыларды байқаймын, мен көп оқушыларды байқаймын шынымен. БЖБ, ТЖБ тапсырмасы отырады, ойсынды отырады, потеря болып отырады, дірілдеп, бүйтіп қалшылдап, жоқ, сіз нормальный состояние болу керексіз. Мен түсінемін, мен тыңдап шығамын, мен оны жасай алам. Осы состояниеде отырасыз, аласыз да, тастайсыз. Сол үшін міндетті түрде мышлениеңізді дұрыстаңыз дегім келеді. Сонымен қатар практикаңызды көбейтіңіз. Сіз ағылшын тілінде иногда ғана бір мектепте ғана сондай сөздерді еститін болсаңыз, конечно, сізде страх пайда болады. Сондықтан өзіңіздің құлағыңызды, өзіңіздің бойыңызды, өзіңіздің миыңызды ағылшын тіліне үйрендіру үшін всегда айтқым келеді, көптеген өлеңдер тыңдаңыз, көптеген кинолар көріңіз, фильм көріңіз. Сол арқылы сіз өз страхыңызды жеңе аласыз. Ал енді фильмдер, сондай бір мультфильмдер, видеолар, интервьюлар көретін жағдайда біз не істей аламыз? Яғни қалай оны көргеннен бізде түсінбейміз, оны көргеннен сол жерде сөздер түсінбейсіз, оның айтып жатқан нелерін, мысалы, дикцияларын түсінбейсіз, олар қай акцентте сөйлеп жатыр, оны да түсінбейсіз. Мен сондай кезде айтқым келеді, кез келген кино болсын, кез келген фильм болсын, кез келген интервью болсын, 2 минуттан аласыз. 2 минуттық жерін аласыз да, полностью разбор жасап шығасыз. 2 минуттық видеоны қараңыз, өйткені 30 минуттық видеоға қарағанда әлде қайда үлкен әсерін береді. 2 минуттық видеоны аласыз, сол жерде сөздерін талдайсыз, сөздерін жаттайсыз, қайта көресіз, уже бүткіл сөзді жаттап алып, уже ана сөзді полностью түсінетін кезде тыңдайсыз, қайта тыңдайсыз. Сол арқылы сіз өзіңіздің тыңдау жолыңызды да, сонымен қатар айту жолыңызды да, сонымен қатар страхыңызды да жеңе аласыз. Ал енді, мысалы, мен қалай фильмдерге разбор жасаймын, соны айтып берейінші. Мен мысалы фильмдер көремін, мен де адаммын, мен де көремін, мен де үйрену керекпін дегенде, неше түрлі мультфильмдер, интервьюлар. Мен мысалы The Seven Show деген шоуды көремін. Ол шоу шынымен де қызық та. Неше түрлі Кайли Дженнер, неше түрлі Кендалл, сол сияқты кез келген американдық артистермен 2 минуттық интервью жасайды. Ол
2-ақ минуттықта ең қызығы 2 минуттық сразу болады кетіп қалады, болады кетіп қалады. Ең күшті жері ол жердің, ол тілдің ол жерде акценттің, сол жердегі дикция неше түрлі, мысалы сол жерде сөйлесіп жатқан адамдардың сөздері жеңіл түрде берілген да ағылшын тілінде. Мен сол үшін сол шоуды көремін, сол шоуды көруге кеңес беремін. Қандай звукты каждый день отырып, яғни каждый звукты сіз каждый день отырасыз да 2 минут ол жерін талдайсыз, отырып алып талдайсыз, тыңдайсыз. Сол арқылы сіз ағылшын тілінде жалпы жаттай аласыз, жалпы үйрене аласыз. Ал енді осы ағылшын тілін үйрену барысында өзіне ойбай ағылшын тілі оңай екен, ойбай керемет екен, ойбай мен тез үйреніп тастадым дейтін адамдарға не жетпей, яғни недостаткалар болады, ол кез келген адам сондай недостаткаларды айтқым келеді. Орысша айтқанда признаки, недостатки практики английского языка. Английский языктың, ағылшын тілінің қалай бір практикасы қалай дұрыс емес болып қалады, сондай жерлерді айтқым келеді. Ол если сіз тілді слишком оңай қабылдайтын болсаңыз, яғни тез сияқты болып кетсе, сразу бәрі тез өтіп кетсе, онда сізде бірдеңе дұрыс емес. Міндетті түрде ағылшын тілін үйрену барысында міндетті түрде өзіңізді тексеріңіз, және таныс сөзді естимін, бірақ түсінбеймін, бұл да недостаткаларға жатады. Если сіз ағылшын тілін білетін болсаңыз, онда таныс сөзді ести тұра, соның аудармасын білмейтін болсаңыз, үлкен проблемаларға ушығып тұрады. Сондықтан осы проблемаларыңызды шешуге кеңес беремін. Осымен бүгінгі сабақ тамам. Сабақтың соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Goodbye for everyone. Міндетті түрде тіркеліп, пікір бөліміне ойыңызды жаза кетіңіз. Қандай қиындықтарыңыз бар ағылшын тілін үйрену барысында?